Баршаңызға қайырлы күн, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханыңыздың көркін ашатын, әрі оңай жасалатын салаттың рецебімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса әрі пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар қызылша, жұмыртқа, картоп, сәбіз және де ет қажет болады. Алдымен картопымызды үккіштің үлкен түсінен өткізіп аламыз. Әр қайсысын бөлек тарелкаларға үккіштен өткізіп аламыз. Келесі сәбізімізді, содан соң жұмыртқамызды үккіштің кішкентай тісінен өткізіп аламыз. Қызылшаны ең соңына қалдырған жөн. Содан соң ең соңында қызылшамызды жақсылап өткізіп аламыз. Содан соң піскен етімізді майдалап 4 бұрыш етіп турап аламыз. Орнына селедка қосуға болады. Селедканы көп адам ұнатпағандықтан орнына ет қосып жасадым. Барлығы дайын болды. Енді осындай формамызды алып, алдымен картопымызды салып шығамыз. Егер де бұндай форма болмаса, қадымғы 5 литрлік баклажканың ортасынан кесіп алып, жасасаңыздар болады. Сол кезде салаттарыңыз дөңгелек әдемі болып формада шығады. Картопымызды салып, үстін жақсылап түзелеп шығамыз да, майонезімізді құйып шығамыз. Келесі етімізді саламыз. Оны да дәл солай бетін түзелеп, майонезімізді құйып шығамыз. Келесі сәбіз. Содан соң жұмыртқа. Барлығын мен пісірген кезде тұз сеуіп пісіргендіктен бұның әрқайсысына тұзды сеппейміз. Егер пісіргенде тұз салмасаңыздар, әрқайсысына салған кезде жайлап тұздан сеуіп қойыңыздар. Ең соңында қызылшамызды салып, бетін түзелеп шығамыз. Енді формамызды жайлап босатып, формамызды аламыз. Салатымыз әп-әдемі болып шығады. Енді осындай қадымғы ақ парақтан 3 бұрыш етіп шыршаның формасына келтіріп қырқып аламыз. Содан соң үстіне жұқалап майда етіп туралған укропымызды сеуіп шығамыз. Қағазымызды жайлап аламыз. Укроптар жан-жаққа шашылып кетпесін. Мінекей формамыз шықты. Енді жұлдыздың орнына жұмыртқаның сарысын кішкене ап қалған болатынмын, әсемдік үшін. Енді үстіне
осындай жүгерілерімізді саламыз. Анарды да бетіне сеуіп шықсаңыздар, әдем болып шығады. Дастарханымыздың көркін ашатын әрі оңай жасалатын салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Бұл салаттың тағы бір жақсы жағы, кішкене балдар да, егде жастағы кісілер де сүйсініп жейді. Себебі барлығы үкіштен өткен және өте жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса әрі пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.